Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздерге мен банкалардың атылмайтын, суы ашымайтын қиярдың жабу рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен банкаларымызды ас содасымен жуып тазалап аламыз. Одан кейін стерилизацияға көшеміз. Әр банканы мен 3 минуттан осылай стерилизациялаймын. Енді бізге қияр керек. Ол үшін теплицаға барып, осылай қиярды жинап алдым. Егер қиярды сіз сатып алсаңыз, не болмаса алдын ала жиналған болса, онда қиярды міндетті түрде суық суға 2 сағатқа салып қою керек. Міне осылай жинап алдым. 8-2 литрлік банкаға менде осындай 5 литрлік шелектен екеу кетті. Енді осыларды жақсылап жуып аламыз. Банка жабуға басқа керек заттарды да алдын ала осылай дайындап қойдым. Не керектігін барлығын описаниеге қалдырып кеттім. Сол жерден қарап аласыз. Енді барлығын дайындап болды. Енді бісміллә деп бастаймыз. Алдымен әр банкаға укроптың басын, шие жапырағын, одан кейін қарақат, яғни смородинаның жапырағын, одан соң лавр жапырағын, чеснок және қарабұрыш салып шығамыз. Одан соң барлық қиярдың екі жақ шетін кесіп тастаймыз. Егер қиярларыңыз тым үлкен болса, ортасынан бөліп салсаңыз болады. Міне осылай алып тастадым. Енді әр банкаға осылай қиярларымызды толтырамыз. Ендігі кезекте суды қайнатып, әр банкаға құйып шығамыз. Банкадағы құйылған суымыз жылынған соң кастрюльге қайтарып, рассол дайындаймыз. Ол үшін қайнап жатқан суға тұз, қант салып, жақсылап араластырамыз. Төменде описаниеде мен 1 литрлік банкаға көрсетіп кеттім. Егер сізде 2 немесе 3 литр болса, сонша еселеп саласыз. Рассолдың суын 1 минут шамасында қайнатамыз, одан кейін банкаға құйып шығамыз. Солай барлы банкаларға мөлшермен рассол дайындап шығамыз. Міне толықтай рассолды құйып болғаннан кейін соңында 70% уксусты құйып банкаларымызды жабамыз. Соңында жылы плед немесе одеяло төсеп, банкаларды төмен қаратып 1 күнге жауып қоямыз. Осымен қысқа қиярларымыз дайын болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияда сұрақтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Жаңа рецепттерде кездескенше қош сау болыңыз.